And I'd be like, why are you so obsessed with me? Сәлем достар, мен каналыма қош келіпсіздер. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазып және тіркеуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерге бүгін өте бір жақсы тақырыппен бөліскім келіп отыр. Яғни біз YouTube-ға видео салғанның алдында, YouTube-та басқа көрермендер YouTube каналымызды қарағанда ең бірінші осындай видео шыққан жақсы. Бұл бізде интро деп аталады, яғни бұл қысқаша видеоның алдында шығатын қысқаша видео деп айтуға болады. Осыны сіздерге мен қазір 5 минутта жасауды көрсететін боламын. Мысалы, осындай видео қараймыз. Мына жерде қарасаңыздар, каналдың аты тұр, және астына шип-форма эпизод үйреніп жазып қойдым мен. Мына жерге өзіміздің видеомызды саламыз, мына жерге анимацияда салуға болады. Мына жерде өзіміздің дауысымызды қоямыз. Мына жерде без звук болып тұр, өзіміздің дауысымызды қоямыз, немесе әдемі бір музыка қоюға болады. Дәл осыны біз 5 секундта қалай жасаймыз, соны көрсеткім келеді. Ендеше бізге видеоның аяғына шейін қарап, мен жұмысını бағалап жүргеніңізді сұралады. Енді бізге ең бірінші не кіреміз? Google-ге кіреміз де. Google-ге кіріп, Крыло деп жазамыз. Немесе Яндекс-ке жазуға Крыло деп. Және мына Vistaprint деген бір сайтқа кіреміз. Кіргеннен кейін бізде осындай бет ашылады. Vistaprint деген бет ашылады. Және біз астында барлық әлеуметтік желілерге арналған шаблон тұр дайын. Және біз мына интро деп тұрғанда таңдаймыз. Бұны таңдағанда осындай беттер ашылады. Мына үстіңізде қарасаңыздар интро для YouTube деп тұр. Мына размерінің бәрі осындай беттер ашылады. Мынаның барлығы бізге керекті. Өзіміздің немізге үстін басып қарасаңыздар бұл қозғалады. Өзіміздің интроны жасауға болады. Енді мына жерде мен шеп-блогерларға, яғни көбі футболгер болғандықтан қазақ аудиториясында осы шеп-блогерлардың шаблон жасап көруді шештім. Ең бірінші мына жерден шеп-блогердің, яғни повардың жалпы шаблон тауып алдым. Осы жердегі шаблонды тауып алдым. Мына жерде өте көп, астын түсіріп қарай берсеңіздер, тек мына жердегі коронканы жүріп тұрған платный бізге бесплатно версиясында өте көп, соның әдемісін таңдап алуға болады. Мына қарасаңдар өте әдемі шаблондар. Яғни анық түстері осы жерден өзіңізге керегін тауып алыңыздар. Мен мынаны алдым. Енді мына жерде қалай өзгертеміз. Егер мына бәрін басып қарасаңыз үстінде көк жанады, көк сызықтар айналасында бұл, яғни өзгертуге болады деген сөз. Енді мына жерде шетіне қойып, мышкамызды шетіне қойып, бүйтіп кетіре береміз. Кетіріп, енді біз өзімізге керекті каналымызға атын жазамыз. Мысалы, Әселдің асханасы деп жаза қояйын. Әркім өзінің нишасы бойынша жазайды. Мына жерде енді қалай өзгертеміз? Мына жерде шрифт тұр. Үлкен шрифт болса үлкенге, егер үлкен керек болса, мына плюсті баса берсе сонда үлкейеді. Және түсін мына жерде таңдауға болады набордан. Немесе мына жерде палиттер тұр, соны ұстап алып, мына адам түсінен мысалы үстіне қойсаңыздар, мына көк болады. Немесе фонмен бірдей қылып мына жерде ұқсайтын болса, мына осындай өзгерте бересіздер. Және мына жерде ортасына қоятында жер бар, яғни үстінің мұқият қарасаңыздар барлығы шығып тұр. Интервал деген біздің ортасын ашатын, төмен былай жасаңыздар ортасын жабуға болады. Мына әріптердің ортасын ашатында интервал, және бүйтіп үрігіп болса өздеріңіз қарайсыздар. Енді осыны былай шетке қоямыз, және бұны да осылай жасауға болады. Мына астында асып қойып. Былай, мынанда өзгертуге болады. Өшеге ішін кетіп жазуға болады. Үстінде отметасып қайта келуге болады. Шеп-блогермен үйрен. Шеп-блогермен үйрен деп жазамыз, және мына жерде шрифттер тұрып кетті. Мына жерге барып шрифтті таңдап дұрыстап аламыз. Былай тартсаңыздар, тағы бір неге түседі. Айналасын тартсаңыздар. Айналасын тартып, аккуратно жұмыс жасау керек.
Так, мынаны айналасын бүйтіп тартсаңыздар. Сөйт. Енді мына видеоны өтсек, мына видео басқа біреудің видеосы біз керек емес. Мына анимациялы бір шетіне шығарып аламыз. Анимацияны бір шетіне қоямыз. Енді мына жердегі видеоны біз қалай істейміз? Мына жерге өзіміздің видеомызды қою үшін загрузка дейміз. Загрузка дейміз де, мына жерде загрузить изображение видео деп өзіміздің компьютерімізде дайын тұрған фото болсын, видео болсын өшірме әкелеміз. Немесе ондай фото видеоң жоқ, өзіңізге қойған жақсы әрине. Егер өзімді қоймай басқа бір видео керек дейтін болса, өзімде дайын видеоларда фото бар, және мына жерде дайын видеолар бар. Енді мына жерде қарап отырып, өзімізге поварға байланысты біріміз таңдауға болады. Немесе мына жерде поиск жазсаңыздар шығады. Мына жерде мына ала қояйын. Жерде видео тұр екен. Тамақты қойна тұрған осыны алып көрейік. Мына шықты, енді подтвердить басамыз. Басамыз да мына жерге қоюымыз керек. Күтейік. Мына өте жақсы. Қараңыздар, өте. Так, мынаны кішкене жақындатып. Мынаны былай қойып. Асын түсіп кетті. Егер осылай қиындықтар болса, үстіне отметь деген бар. Соны басып жасауға болады. Кішкене былай қоя тұрайық. Мына видеомызды қойып алайық бірінші. Анимация. Сосын барып мынаны қайтып бүйтіп орнына әкелуге болады. Міне. Солай әкелеміз. Және көп шығып кеткен сияқты. Так, енді қараңыздар, өте жақсы видео шықты, яғни интро шықты. Осыған өзіңіздің әдемі музыка қоясыздар. Яғни бұны жүктеп аламыз телефонымызға, немесе компьютерімізге, және видео жасағанда бірінші мынаны қойып, сосын өзіміздің основной видеомызды тіркейміз ғой. Сол кезде мынаның өзіне ғана музыка қоямыз. Музыка қоямыз, немесе өзіңіз сөйлеуіңізге болады. Менің каналыма қош келдіңіздер деп өзіңізді сөйлеп тұрған видеоны салуға болады. Онда әдемі шығады. Енді осы барлығы болды. Егер өзіңіз дополнительно жасаймыз, жасауға болады. Мен осы жерде тек сіздерге көрсеткім келді. Енді қалай жүктеп аламыз? Экспортировать деп басамыз. Басқаннан кейін скачать как деп тұрады. Соны басқаннан MP3 өзі автоматически шығарды. MP3 шығарды, және астында скачать деген бар. Соны бассаңыздар. Астын бассаңыздар. Өзі скачтеді, яғни ноутбугымыздегі загрузкеге түседі. Осыны алып, өзіңіз музыка немесе дауыс жазып, видеоңыздың алдына қойсаңыз, сіз оқырман тататын боласыз. Осылай жүктеледі, мынаны барған жерде күтеміз, өзі автоматика ашылады. Достар, егер бүгінгі түсірген видео сіздерге пайдалы болып жатса, өзіңіз жасап көріңіздер, практика жасап көріңіздер, түсінбеген сұрақтарыңызды комментарий жазып қалдыруға болады, мен сұраққа жауап беретін боламын. Немесе осының астына инстаграмда жазып кетемін, соған директте шығып сұрақ қойсаңыздар болады. Мен түсіндіріп жіберуге тырысамын. Баршаңызға рахмет. Сау болыңыздар.